жаңа қабілетті меңгеру мүмкіндігі. 21 ғасырда бір ғана мамандықпен шектеліп қалуға болмайды. Себебі бәсекелестікке қабілетсіз болып қаласыз. Ойлаңызшы, мысалы, менің бір компаниям бар дейік. Мен компанияға IT маманын жұмысқа алуым керек. Мамандарды таңдап жатқан кезде алдыма тек қана IT білетін және IT-ге қоса маркетингті білетін меңгеріп алған маман келетін болса, басымдылық екінші маманға беріледі. Яғни қосымша жаңа қабілеттер сізді бәсекеге қабілетті болуға алып келеді. Бір аптада 168 сағат бар. Сол сағаттың 3 сағатын ғана жаңа қабілетті меңгеруге арнасаңыз, 3-6 айдың ішінде сіз толыққанды нәтиже көрсетесіз. Керек кезде үйреніп аламын деген ой жүзеге аспайды. Өзіңіз өмір сүріп жатқан дәуірді, қоғамды зерттей жүріңіз. Жарты жылдан кейін, 1 жылдан кейін қандай мамандықтар мен қабілеттер сұранысқа ие болады. Сол бағытқа қарай бой түзеңіз. Мысалы, қазір мобилография өте актуалды, ал осыдан 2 жыл бұрын оған ешкім мән бермеді. Телефонмен қайбір видео түсіреді дейсің деп жеңіл-желпі қарады. Ал қазір мықты мобилографтар 15 секундтық видеосы үшін 200 мың теңге алады. Әрине, оны түсіруге шамамен 1 сағаттай уақыт кетеді. Монтажы да бірнеше сағаттарды алуы мүмкін. Дегенмен, осыны 2 жыл бұрын біреуге айтсаң, ешкім сенбейтін еді. Ал қазір нарықта сұраныс жоғары. Әр қабілет құндылық. Сізге жаңа қабілетті меңгеру бүгінгі күні өте қолжетімді. Ол үшін бар болғаны қарапайым қадамдарды жасасаңыз болғаны. Бірінші, осы қабілет бойынша 3 кітап оқу. Екіншісі, сол қабілет бойынша 3 конференцияға қатысу немесе видео сабақ көру. Үшіншісі, 1-2 толыққанды курстан өту. Мысалы, мен ұйқы туралы сабақтар жүргіземін. Алдымен өз өміріме енгіздім, ал алғашқы курсымды мен 1 кітаптан алған біліммен өткіздім. Кейін уақыт өте келе бұл қатарды білімді толықтырдым, бірақ алғашқы әрекет үшін маған 1 кітапта жеткілікті болды. Сонымен жаңа қабілетті қалыптастырудың қарапайым формуласы 3 кітап, 3 видео, 2 курс. Қазіргі курстардың сапасы университет сабақтарынан да ұтымды болып келетіні өтірік емес. Руминация халі. Руминация халі қайта-қайта бір мәселені шайнай беру, ойлай беру. Миымыздың бізге берген 2 түрлі мүмкіндігі бар. Бірінші, шешім қабылдау мүмкіндігі. Екінші, руминация халіне түсу мүмкіндігі. Көшеде бір ит сізге үрді деп ойлайық. Сіз қашып құтылдыңыз. Бұл шамамен 20 секундтық қана процесс. Негізінде қашып алысқа ұзап кеткеннен кейін сіз бұл оқиғаны ұмытып, өз жоспарыңыз бойынша ісіңізді жалғастырып кете беруіңіз керек. Ал сіз 10-15 минуттан кейін де дәл осы оқиғаны ойлап жүрген болсаңыз ше, ол ит неге үрді? Мұны иттің иелеріне айту керек. Осы ит те бір қанды ішіп бітті деп фокусыңыздың барлығын сол итке тастап кетесіз. Негативті ситуацияны қайта-қайта ойлай беретін бұл жағдай руминация халі деп аталады. Бұл халдің сізге келіп кетер 1 грамда пайдасы жоқ. Өте көп энергияңызды алып қояды. Шығудың бір ғана жолы бар, шешім қабылдау. Осындай жағдай болды, мұны келесі жолы болдырмау үшін не істеуім керек деп ойланыңыз да шешім қабылдаңыз. Шешім қабылдасаңыз өте жақсы. Ал ешқандай шешім қабылдамасаңыз, автоматты түрде руминация халіне түсіп кетесіз. Сізде шешім қабылдауға бар болғаны 5-7 секунд уақытыңыз бар. Ит үрді, демек енді бұл көшеден өтпеймін. Болмаса, кешке барып иесіне ескертемін. Шешім осылай қабылданады. Ары қарай әрекетке өтіп кетсеңіз, мәселе осы жерден жабылады. Ал шешім қабылдамай
қайғырып бас ауырта берсеңіз, префронтальная корадан мидың бір бөлігі миндалинаға тікелей сигнал береді. Миндалина жүйеден қанға адреналин және кортизол гормондары бөлінеді. Бұл екі гормон қанға араласқан соң сабыр ету мүмкін емес. Ал бәрібір бұл халге түсіп қалсаңыз, сабыр сақтап та керек емес. Қаныңыздағы гормонды шығарып тастау керек. Ең дұрыс жолы спортпен айналысып, тер арқылы шығару. Ұнамайтын дүние бар ма? Өзгертіңіз. Өзгерте алмайсыз ба? Онда ол жерден кетіңіз. Жалпы кез келген жағдайда қайғырып, ойланып, өзіңізді шаршатып алмаңыз. Руминация халі адамға өте зиян. Әдет қалыптастыру уақыты. Әдет қалыптастырудың ең ыңғайлы әдемі уақыт таң. Америкада бір зерттеу жұмысы жүреді. Скрипка үйретуге бір топ адамдарды жинайды. Оларды екіге бөледі. Бірінші топқа күнде таңертеңгі уақытқа сабақ қояды. Екінші топтың сабағын кешкілік уақытқа белгілейді. 40 күннен кейін нәтиже белгілі болады. Таңертең сабақ алған оқушылар 67%-ға жылдам үйренген, ал кешкі топта нәтиже көрсеткендердің пайызы 37% ғана. Таңертең негізі уақыт өте көп. Жұмысқа дейін 3-4 сағат уақытыңызды өзіңізге бөле аласыз. Мейлі ол спорт болсын, курс болсын, жаңа білім болсын. Миымызда альфа жағдай деген түсінік бар. Ол енді оянған кездегі миыңыздың жағдайы. Бұл кезде ми өте тынық болады. Кез келген сұрақты жеңіл шеше алады. Дәл осы альфа жағдай кезде қолдану керек. Сізде екі таңдау бар. Бірінші, жол жұмысқа 30 минут қалғанда ұйқыдан тұрып, асығыс таңғы астың өзін ішер-ішпестен жұмысқа шығу. Екінші, жол ерте тұрып, асықпай ішер тамағыңызды ішіп, кітабыңызды оқып, жоспарыңызды жасап, жұмысқа бару. Қай жол жағымды? Әрине екінші жол өте ыңғайлы, пайдалы. Ең бастысы миымыздағы альфа жағдайды стресске жұмсап жібермеу керек. Бәрі бірден болмайды. Біз бәрінің тез-тез бола салғанын қалаймыз. Дегенмен ерік-жігер тұрақтылықты қадағалауды талап етеді. Осыны мойындап, сол бағыт бойынша әрекет ету керек. Біз не істейміз? Асығамыз. Бүгін қалаған нәрсеміздің ертең қолымызда болғанын қалаймыз. Десе де, қанша асықсақ та, кез келген процесс белгілі бір уақытты талап етеді. Тез арада байып кету керек. Тез денсаулықты жақсартып алу керек. Срочно ұйқыны дұрыстау керек. Өміріңіздегі қай нәрсені срочно тез реттеп алғыңыз келіп жүр. Біз Прагаға көшіп барғанда бір қызық оқиға болды. Келдік, орналастық. Сол күні түнде 22:15-те балаларымыз шулағаны үшін көршілеріміз полиция шақырды. Үйдің иесі хабарласып, шок болып тұр. Сендер неге шулап жатсыңдар? Балалар ұйықтамаған ба? Деп аң-таң. Ал балаларда қайдағы ұйқы? Олар түнгі сағат 1-2-ге дейін жүріп үйреніп қалған ғой. Қалай ойлайсыз? Ертеңінде сағат 21:00-де балалар ұйықтап қалды ма? Жоқ, әрине. Ұйықтардан 1,5 сағат бұрын жатыңдар, тістеріңді жуыңдар деп шулап жүріп әйтеуір үйреттік. Оларды ерте ұйықтауға үйрету үшін бізге 10 күн керек болды. Басқалар үшін балаларын ерте ұйықтатып үйретуге 1 апта немесе 1 ай қажет болуы мүмкін. Әркімде әртүрлі уақыт кетеді. Ең бастысы тұрақты қайталай отырып, белгілі бір уақыт ішінде діттеген мақсатқа қол жеткізуге болады. Есте сақтау керек, бәрі бірден болмайды. 9 әйелің болса да, 1 айдан кейін балалы бола алмайсың деп бір кісі айтып еді. Әрине, 9 айдан кейін нағыз катастрофа болуы мүмкін. Бірақ расында да адам қанша асыққанмен 9 айдың жүзін көрмей бала дүниеге келмейді.
осы жердегі белгілі бір заңдылықтарға бағыну керек. Қалауыңызға жетудің, мақсатыңыздың орындалудың қарапайым формуласы асықпаудан және тұрақтылықтан басталады. Дұрыс әдеттердің зияны. Адамдардың әдеттері өзгере бастаған кезде өмірдің басқа сфераларында да оң өзгерістер бола бастайды. Ақтөбелік Мадияр деген кәсіпкермен менторлық бағдарламасы негізінде 3 ай жұмыс істедік. Менторлыққа келген кезде Мадияр мырзаның басты сұранысы күнделікті режимін реттеу, баланс қалыптастыру және денсаулығын дұрыстау болды. Яғни табысын арттыру немесе қандай да бір материалдық құндылықтар басты орында болмады. Десе де, сол 3 айдың ішінде өзі жалға алып отырған жерден көшіп, бизнесіне жеке ғимаратын сатып алды. Ал 1 жылдық табысы өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артқан. Әрине, бизнесте жүріп даму үшін тек қана бір фактор маңызды роль ойнамайды. Дегенмен ойын жүйелеп, режимді дұрыстау, өмірдің барлық сфераларындағы балансты сақтау табыстың артуына да тікелей әсер етеді. Менің марафондарыма, курстарыма, жеке талдауға және менторлыққа келетін адамдардың басым бөлігі өмірі мен ойын жүйелгісі келеді. Ал өмірдің барлық салалары бір-біріне тікелей әсер етеді. Ұйқысы дұрыс емес адам энергиясы тасып, құлшынып жұмыс істей алмайтыны анық. Жеке өмірінде гармония жоқ адамның бизнесінде де тұрақтылық, жүйе болуы қиын. Өмірдің барлық сферасын алып, бірден жүйелеп тастауы да мүмкін емес. Бұл процестердің жүйеленуі белгілі бір уақытты талап етеді. Ең алғашқы қадам жаңа дұрыс әдеттерді қалыптастырудан басталады. Арнайы дәстүрлерді де енгізіп алуға болады. Мысалы, біздің отбасымызда еркектер күні бар. Бұл негізі ұлдармен жеке, сапалы уақыт өткізу үшін ойлап табылған дәстүр болатын. Осы еркектер күні идеясы ұнап, әдетке айналдырған оқырмандарым алғысын айтып жазып тұрады. Тек ер азаматтар емес, олардың әйелдері де күйеулерінің ұлдарына көбірек көңіл бөліп, аралары жақындағанын жазады. Инстаграмда дұрыс адаммен дұрыс уақытта ішілген кофе өте пайдалы деген текстпен тұрақты сторис салып тұрамын. Бұл менің келіншегіммен бірге уақыт өткізгенде салынып тұратын дәстүрге айналып кетті. Инстаграмдағы идеологияның әсері шығар, бұл дәстүрді де өмірлеріне енгізіп алғысын білдіріп жазып тұратындар көп. Өмірлік баланс туралы соңғы бөлімде толығырақ тоқталамын. Түсініп, тапсырмасын орындап, өзіңіздің өміріңіздегі баланстардың тұрақтылығына мән беріп тұруды ұмытпаңыз. Дұрыс әдеттерді қалыптастырудың ешқандай да зияны жоқ, ал көсір пайдасын көретініңіз анық. Дене құрылысының үйлесімін бір қалыпты ұстау дегеніміз тағам мен сусынды талғау, дәрет тәртібін мұқияттау, киім мен ауа тазалығын сақтау, дене мен рух бірлестігін естен шығармау, ұйқы тәртібін бұзбау. Ибн Сина. Ұйқы және мен. Бұл бөлімде ең көп қайталанатын сөз ұйқы. Ұйқының мәні. Ұйқыға қаншалықты мән бересіз? Қазір әсіресе жастардың арасында ұйқысы бұзылғандар өте көп. Егер статистикасын шығаратын болса, 15-30 жас аралығындағы жастардың 80%-дан астамының ұйқысы дұрыс емес екенін анықтауға болады. Әрине, жастық максимализм ұрып тұрған кезде шаршағанын өзінде ағзасында болып жатқан өзгерістерді байқамауы мүмкін. Түнгі қыдырыстар, жиналыстар, ойын-сауықтың қызығымен бұл минусқа мән бермейді. Енді ғана кәсібін бастап аяққа тұрғызып келе жатқандардың арасында да күндіз-түні өзін жұмысқа салып, ұйқыға мән бермейтіндер өте көп. Бірі жұмыста, бірі сабаққа дайындалып, бірі түрлі ойын-сауық, қызықтың артынан қуалап жүреді. Жай ғана түнде YouTube ақтарып, сериал қарайтындар да көп. Жалпы үлкендердің арасында да ұйқысын реттей алмай жүргендер баршылық. Негізі біздің қоғамда ұйқыға дұрыс мән берілмейді. Ұйқы адам ағзасы мен миының қоршаған ортамен реакциясы ең төмен қалпындағы физиологиялық үрдіс. Зерттеулер бойынша, бір тәулік ұйықтамаған адамның қанындағы глюкоза
6%-ға азайып кетеді. Ал глюкоза мидың ең басты қуат көздерінің бірі. Ол азайып кетсе, дұрыс ойлана алмай қаламыз. Тез арада оны толтыру керек болғандықтан, біз глюкозаны тәттілерден, түрлі торт десерттерден іздеп кетеміз. Егер сізді жиі тәттіге тарта беретін болса, ұйқыңыздың сапасы туралы ойланып көріңіз. Ұйқы дұрыс болмауының зияны шаш етектен. Ең алдымен, ұйқысы дұрыс болмаған адамда мидың шешім қабылдамау эффектілігі 12-14%-ға азайып кетеді. Ұйқысы қанбаған адам тапсырманы 12%-ға ұзағырақ орындайды, 20%-ға көп қателеседі. Көп жұмыс істеу мен эффективті жұмыс істеу деген бір нәрсе емес. Бұл қатарды тағы да жалғастыра беруге болады. Статистика бойынша жол апатына түскен адамдардың 30%-ның ұйқысы қанбаған. Ұйқы барысында иммундық жүйеміз ақуыз жасақтайды, ал ақуыз ағзамызда өте үлкен рөл атқарады. Ұйқысы қанбаған адамның ағзасы грелин гормонын бөледі. Ол аштық сезімін оятатын гормон, яғни адам өзін аш сезінеді. Ұйқысы дұрыс болмауының салдарынан ағзамыз энергия көзі ретінде тері астындағы майды жақпайды. Ағза шаршаңқы болып тұрғандықтан майды жағуға энергиясы да, уақыты да жоқ. Оңай энергия көзі ретінде ақуыздар мен көмірсуларды тұтынады. Демек, артық салмақ болса, ұйқы дұрыс емес деген сөз. Тек адам емес, барлық жануарлар, құстар, балықтар, тіпті шіркейлер де ұйықтайды. Ең қызығы, адам баласы ғана ұйқысын жасанды түрде тежейді. Ұйқы өте маңызды. Түніңіз қандай, күніңіз де сондай болады. Түнде дұрыс дем алып, ұйқыңыз қанған болса, күндізгі уақытыңыз да берекелі болады. Жұмыс эффективтігіңіз артады, дұрыс шешімдер қабылдайсыз, ақпаратты оңай қабылдайсыз. Уильям Блейк: таңертең ойлан, тал түсте әрекет қыл, уақытында тамақ іш, түнде ұйықта деген екен. Алтын уақыт. Дұрыс ұйқы болмаса, өзімізге қаншалықты зиян келетіндігімізді түсіндік. Ал ұйқының пайдасы қандай? Қалай дұрыс ұйықтаймыз? Ұйқы уақытында біздің ағзамыз емделеді. Ұрып алған, ауырсынып қалған, жарақат алып қалған жерлеріңізді ағза түнде өзі тауып алып емдеп шығарады. Емдейтін бұл гормонды мелатонин гормоны деп атаймыз. Біз мелатонин гормонын дұрыс емес жаққа жағып жібереміз. Бұл гормон түнгі сағат 10-нан 2 шамасында аралығында бөлінеді. Егер осы уақытта ұйқыда болатын болсақ, ағзада өзін-өзі емдеу, қалыпқа келтіру процесі жүреді. Бірақ біз сағат 10-да ұйықтамаймыз. Ең құрығанда түнгі сағат 1-2-ге дейін жүреміз. Өзіңіз де байқайтын шығарсыз. Сол түнгі сағат 10-ның шамасында бір уақыт бізді бір тәтті ұйқы тартады. Ұйықтап қалсам ба екен деген ойлар мазалап қалады. Егер осы уақытта ұйықтап қалмасаңыз, ұйқыңыз ашылып кетеді. Ішіңізде бір күш пайда болып, мотивация оянып кеткендей болады. Не өзгерді білесіз бе? Сағат түнгі 10-нан 10:30 аралығында мелатонин гормоны бөлінді. Ал бұл өте мықты гормон. Ол негізі сізді түні бойы емдеу керек еді. Бірақ сіз ұйықтап қалмаған соң, миымыз ол мелатонинді энергия көзі ретінде жағып жібере салды. Сол үшін сіздің түн ішінде мотивацияңыз пайда болып, шабытыңыз ашылады. Ары қарай ұйқыңыз да келмей кетуі мүмкін. Егер бұл процесс тұрақты түрде жалғасатын болса, шамамен 6-7 айдан кейін сіздің иммунитетіңіз мәселелер пайда болып бастайды. Ұйқы қанбайды, тез шаршағыш, жылдам ашуланғыш, басыңыз ауырғыш болып кетеді. Тіпті теріңіз құрғап кетуі мүмкін. Енді ойлап көріңізші, сіз қанша уақыттан бері түнгі 10 және 11:30 аралығында ұйықтамай жүрсіз? Ағзаңызға өзіңіздің әкелген зияныңызды бір бағамдап көріңізші. Негізі ұйқыға кету уақыты түнгі сағат 10-ның шамасы. Ал болмады, ұйықтай алмадым дегеннің өзінде түнгі 11:30-да ұйықтап қалу керек. Ұйқы циклдары 90 минуттан тұрады. Қанша уақыт ұйықтау керек деген сұраққа
цикл бойынша жауап беріп көрейік. Ұйқы циклдарын біз келесі видеожазбада айтатын боламыз, сондықтан келесі видеоға өтіп, ұйқы циклдарын міндетті түрде тыңдап шығыңыз. Бұл өте қажет, себебі біз ұйықтау арқылы қалай демалатынымыз, ұйықтаған кезде бізде не болатынын барлығын сол жерде айтатын боламын. Ендеше видео аяқталды. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта өте пайдалы кітаптардың аудио жазбаларын салатын боламын. Каналымның дамуына үлес қоса отырып, видеоға лайк басып, өзіңіз түйген ойды комментарийға бөлісе кетіңіз. Ендеше сау болыңыздар.